математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы баға деп аталады. Бұл сабақта сен бағаның не екенін білетін боласың, монеталардан қажет соманы құрастыруды үйренесің. Балалар, мына тиын жинағышқа қарайықшы. Тиын жинағышта неше теңге бар? Дұрыс айтасыңдар балалар, тиын жинағышта 5 теңгелік монетадан 3 бар. Яғни 5 теңгелік 3 монетаны қосса қанша сома шығады? Дұрыс айтасыңдар балалар, 15 теңге шығады екен. Яғни балалар, белгілі бір соманы әртүрлі монеталар арқылы бірнеше тәсілмен жинауға болады екен. Ал баға дегеніміз заттың қанша тұратынын көрсетеді. 15 теңгені монеталардың көмегімен бірнеше тәсілмен жинап көрейік. 15 теңгені алу үшін балалар, мынандай монеталарды қолдануға болады екен. 10 теңгелік және 5 теңгелік монетаны қоссақ 15 теңге шығады екен. Немесе 5 теңгелік монетадан 2, 2 теңгеліктен 2 және 1 теңгелік монетаны қоссақ та 15 теңге болады екен. Тағы бір тәсіл балалар, 5 теңгелік бір монета менен 2 теңгелік 5 монетаны қоссақ та 15 теңге шығады екен. Енді балалар, монеталардың көмегімен орындап көр дейді. Өшіргіштің бағасы қанша теңге тұрады? Өшіргішті сатып алу үшін сатушыға қандай монеталарды бересің? Яғни, өшіргіштің бағасы бізде қанша тұрады екен балалар? 8 теңге тұрады екен. Енді монеталардан 8 теңгені құрастырып көрейік. 5 теңгелік бір монета, 2 теңгелік бір монета, 1 теңгелік монета. Үшеуін қоссақ балалар 8 теңге болады екен. Немесе 2 теңгелік 4 монетамызда 8 теңге болады екен. Немесе 8 теңгені 8 1 теңгелік монетадан құрастыруға болады екен. Ойлан, Аружан қалам сатып алмақшы болды. Дүкенде бір қалам 90 теңге, ал екіншісі 80 теңге тұрады. Қаламдардың қайсысы арзан? Қаншаға арзан? Яғни балалар, суретте біз 2 қаламды көріп тұрмыз. Біреуі 90 теңге, біреуі 80 теңге. Қайсысы бізде арзан? Дұрыс айтасыңдар балалар, бізде екінші қалам арзан. 80 теңге. Қаншаға арзан? 10 теңгеге арзан екен. Жарайсыңдар балалар, енді оқулығымыздың 82-83 бетіндегі тапсырмаларды орындайық. Ал жұмыс дәптеріміздің 79-80 беттендегі тапсырмаларды өз бетіңше орында. Жарайсыңдар балалар, іске сәт!